Амансыздар ма, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеоблогта кереметтей біздің кез келген адамның асханасында табылатын лавр жапырағының жалпы қасиеті, пайдасы мен зияны туралы айтатын болам. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып подписка жасап қойыңыз, комментарияға өз ойыңызды қалдыра кетіңіз. Қуанып қалар едім. Баршаңызға мың алғыс. Жалпы лавр жапырағы хош иісті мәңгі жасыл ағаш, көбіне жерорта теңізінде аймағында өсірілген, көбімізге лавр жапырағы деген атпен танылып кеткен. Кей жерлерде дафна жапырағы деп те аталған екен. Түрі жап-жасыл ағаш жапырағы қою жасыл болып келеді. Хош иісті. Жалпы бұл ағаштың биіктігі 2 метр мен 10 метрге дейін биіктігі өседі. Ең алғаш таралуы жерорта теңізі, Кавказ, Түркия, Қырым, Грузия елдерінде өсірілген. Көбіне аспаздықта қолданылады, тағам жасау кезінде, дәмдеуіш ретінде де қолданады, және де қыстық банканы жапқан кезде де қолданып жатамыз. Халық арасындағы медицинада бұл қабынуға қарсы әсер ете алады, ас қорытуды жақсартады, жөтел мен суық тиюге жақсы көмектеседі. Шай түрінде тұндырып ішсеңіз болады. Жалпы косметология саласында да керемет қолданылған. Безеу мен тері ауруларында лосьон ретінде тұндырып бетті сүрткен екен. Шашқа да арналған тұнба ретінде қолданса болады. Ал енді лавр жапырағының пайдасын айтатын болсам, ішек асқазан жұмысын жақсартады, іштегі газ жиналу, газ түзілуді азайтады, асты керемет сіңіруге көмектеседі. Буын, артрит, тұмау кезіндегі керемет көмекші деп айтуға болады. Суық тию мен тұмауға да қарсы қолдануға болады екен. Қан айналымды жақсартады, қант деңгейін төмендетеді, бірақ әрине дәрігердің кеңесімен. Ал енді зиянына келетін болсақ, егер де артық қолдансаңыз улануға әкелуі мүмкін. Бас айналу, жүрек айну, құсу деген сияқты жүкті әйелдерге де қауіпті болуы мүмкін. Аллергиясы бар адамдардың аллергиясын туғызуы да мүмкін, қанды қоюлатуы мүмкін екен. Сол себепті көп жемеген дұрыс, көп пайдаланбау керек. Жалпы қанды біздің денеміздегі ұйытып қоюға да мүмкіндігі бар екен. Жалпы лавр жапырағын осы 50 грамм лавр жапырағы, бұл үлкен пакет 50 грамм. Сол 50 грамм лавр жапырағын 3-4-5 литр суға бір қайнатып, жақсылап, содан кейін салқын сумен араластырып, күнделікті 3-4 күн аяқтарыңызды батыратын болсаңыздар, егер сіздің аяғыңыз қақсайтын болса, аяғыңыз бастыртпай ауыратын болса, аяғыңыз суықтаған болса, жалпы денеңізде суық болса, соған тұнбасына батырып 5-4 күн емдік жағдай жасайтын болсаңыз, осы 50 грамм үлкен пакеттегі лавр жапырақты 4-5 литр суға қайнатып, салқын сумен араластырып, аяқты батырасыздар, күнделікті қайталайсыздар, 5 күн, 7 күн деген сияқты. Сол кезде результат керемет болады. Кәдімгі аяқтың қақсағанын, аяқтағы суықты, аяқтың бастыртпауын бәрін керемет кетіретін болады. Лавр жапырағына аяқ қақсайтын адамдар осы тұнбаны жасап көріңіздер. Баршаңызға пайдалы болды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар, комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздер лавр жапырағы туралы не білесіздер? Жаза отырыңыздар, бөлісе отырыңыздар. Баршаңызға мың алғыс дегім келеді. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар, тендеріңіз сау болсын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Баршаңызға мың алғыс.